әнші балапан, әнші жүріші күйші балапан. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Я, бұл көпшілікке таныс ән шумақтар әлі күнге дейін елесінде. Музыкалық байқау мыңдаған баланың арманына қанат бітіріп, эстрадаға жол ашты. Жобаның авторы Роза Жаншурина. 1990 жылдың 6 мамырында тікелей эфир арқылы көрерменге жол тартқан ән сайысы бүгінге дейін балалар арасында қызығушылыққа ие. Әнші балапан жоқ, әнші балапан құрды деп біреулер айтып жүр. Жоқ, біз құрған жоқпыз, жоғалған жоқпыз. Біз әр жылы, енді хотя бы 1-2-3 рет жылда әнші балапан байқауыма, жаңа жылдың концертінде, басқа концерттерін жасап жүрмін, жағдайым келгенше. Жоба талай дарынның жұлдызын жақты. Олардың қатарында танымал әнші Мәдина Сәдуақасова, Ақылбек Жеменей, Ерболат Құдайбергенов, Зарина Омарова, Динара Қырықбаева және Әлшер Кәрімов бар. 4 және 16 жас аралығындағы өнерлі балалар тек елімізде ғана емес, сонымен қатар шетелде де өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Қазақ осы дәстүрлі өлеңдер бар, қазақтың эстрада өлеңдері бар, Францияның өлеңдері бар, басқа ұлттың барлық дүние жүзінің осы өнерін біз көрсетпейміз бе? Автор байқаудың атауына қатысты көп ойланыпты. Әнші балапан атауы оның ойына кездейсоқ түскен. Алғашында оны көпшілікке жариялаудан қорыққанын да жасырмады. Себебі жұртшылық бұл туралы қалай ойлайды деген сауал оның көкейінен шықпаған. Халық бағасын бәрінен жоғары қойған. Келетін балалардың көп жағдайы жоқ. Енді келген балалар мен көріп тұрмын. Барлығы сондай талантты, сондай дауыстары. Енді ауылдар, қалалар қалып жатыр ғой. Жүрдім ойлағам. Мен режиссерім бірге жұмыс істеп жүргенбіз. Барлық программаларды сол екеуміз жасаймыз. Мен оған осы давай білмеймін, конкурс бола ма, бұлай программа бола ма деп әлі түсінбеймін не болатыны. Атақты жоба қаржы мәселесіне байланысты 4 жыл тоқтап қалған. Алайда жоба авторы бұл қиындықтарды жеңіп, байқауды биыл жалғастыруды шешіпті. Сөйтіп әнші балапан 4 жыл үзілістен кейін қайта оралды. Биылғы байқауға Қазақстанның түкпір-түкпірінен талантымен оза шапқан 40-қа жуық өнерпаз бақ сынамақшы. Талапты бала көп іздейді, асқақ болған үшін уақытын текке